Баршаңызға сәлем. Бүгін муравейник тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, май, қант және қаймақ қажет болады. Алдымен ұнымыз бен майымызды крошка қылып ұнтақтап аламыз. Оған қантымызды қосамыз да тағы бір құрғақтай араластырып аламыз. Осының үстіне қаймағымызды саламыз да қаттылау қылып қамыр илейміз. Илеген қамырымызды осылай 5-6 бөлікке бөліп, ұзынша қылып мен өзіме осылай ұзынша қылып істеп аламын. Және де осыны мұздатқышқа, яғни морозильникке 1 сағатқа қаттырып қоямыз. 1 сағаттан кейін қамыр қатады. Сосын осылай теркадан өткізіп, пергамент қағазының үстіне теркадан өткізіп, 150 градус духовкада 10-15 минут пісіріп аламыз. Біздің қамырымыз осылай сарғыш түсті әдемі болып піседі. Осындай пергамент қағазының үстінде бірінші суытып аламыз да, барлығын бір ыдысқа жинаймыз, қолмен ұсақтаймыз. Блендермен ұсақтап қажеті жоқ, тым ұсақ болып кетеді. Осының үстіне бөлме температурасында тұрған сары маймен при желании вареный сгущенкасын пайдаланамыз. Алдымен вареный сгущенканы саламыз, сосын осының үстіне сары майды саламыз да қолымызбен әбден араластырамыз. Барлығын араластырып болған соң, осындай мен үй жағдайында жасағасын бір үлкен ыдысқа салдым. Кішкентай капсулаларға салуға болады, капкейк қағаздарына. Сосын кішкентай рюмочка сияқты стаканчиктерге де салып формировать етуге болады. Енді әркімнің қалауы әртүрлі, әркім өзінің фантазиясына қарай әрлейді. Мен үйге жасағасын осылай бір ыдысқа жасадым. Осылай бетіне үлкен қасықпен тегістеп алдым. Сосын осының бетіне мак сеуіп жібердім азғантай. Және де осыны холодильникке, тоңазытқышқа жарты сағатқа, 1 сағатқа қойып қойдым. Осы аралықта муравейнигіміз кішкене қатып, формасын ұстап тұрады. Және де шыққаннан кейін кескенде әдемі формасын күшті ұстап, шашырамай күшті болып шығады. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, подписаться басып, комментарий жазып кетіңіздер. Көп рахмет, сау болыңыздар.